300-ге пір болған Айғожа Ишан бабамыз 1857 жылы 84 жасында дүниеден озарында өзінің 11 баласын және халқын жинап алып, алдағы замананы болжап айтқан өсиет намасы. Заманның қарап қалпына қарайламай артыма, көз жіберсем алдыма, мынау менің болжамым айтар бүгін халқыма. Жылдар жылжып аяунап, болғандайын таяуда, өте берер білдірмей фәни жалған баяулап. Заманыңда өзгерер, оны дағы көз көрер, тыңдамайтын сөзіңді көбейеді езбелер, қиналарсың сол кезде пәнді таппай сөз берер. Қайда болар тұрағап, жалпақтауға құмарақ, айтса болды жөнейді қаңбақтай болып домалап. Шығады сөзге тұрмайтын берген менен уәда, қайрымы жоқтар кетеді дүние байды қуалап. Түзу жолдан тайдырар нәпсі деген дуалап, талай жанды аздырар сайтан бойын аралап. Көбейеді-ау жемқорлық, ебін тауып паранап, ішкені мен жегені мұндайлардың арамақ. Білесің заман қандайын осыларға қарабақ. Сұм заманмен ойнама, тұман басқаны айнала, орнатады тамықты келмейтұғын ойға да. Күн көрсетпес құлдалап, қожа мен молда байға да, айналады мешітің малғамайтын қорағы, жем сақтайтын қоймаға. Жем сақтайтын қоймаға. Кетпес болай бірақта, түзеледі бір уақта, ақырында шығады ислам діні қыратқа. Алла деген пендені жеткізетін мұратқа. Түбі кетпей жатсынып, үзілмейді жақсы үміт. Заманым қайта түзеліп айналып соғар жақсылық. Тыңдалар сонда ақылың, болмайды ісің мақұрым. Бүгінгі мынау заманның бере көр Аллау ақырыны. Ақырын